Асқарбаева Венера Мелисовна. Мына жерде тұрасыз, Иә, осы үйде тұрамын. Туыстарыңыздың үйі ме? Сонда иә, қайнатамның бауырының үйі. Осы үйде ақша төлемейміз, только газдың, светтің ақшасын төлеп тұрамыз осы үйде. Қанша балаңыз бар? 6 балам бар. Мына кіші қызым. Ең үлкен қыз. Үлкенім ұл бала, ол жұмысқа кетті. Жұмыс еткізіп жатыр, мен не істеймін. 11 бітірді биыл. Соны жұмысқа шығардым. Оқу басталғанша, енді оқуға түсетін қазір жағдайымыз жоқ. Биылға ендігі жылы түсіруге тырысамын. Менің хабарласқан себебім мына кішкене азын-аулақ көмек істесеңіздер деп ойлағанмын. Енді жағдай келсе, мен ойлаған басында ақшалай деп ойлағанмын ғой. 6 бала бағу оңай емес. Бір күні болады ақша, бір күн болмайды. Енді не істеймін? Өзіңіз қай жақтан тумасыз? Мен осы Алматы облысы, Жамбыл ауданы, осы жерден. Ұзлағаштікімін мен өзі. Әке-шешеңіз қайда? Әке-шешем де сол Үңгіртаста тұрады. Үңгіртас деген ауылда тұрады. Иә, ақша, продукт алайда жетіспейді, ақшам да жетіспейді. Қарызға кіріп кетемін, аймай. 93 мың теңгем жетпейді қалады. Осы жолы балам 11 бітірді, сразу оқуға түсіре алмадық та жұмысқа жібердім енді қалаға. Екінші балам 8 класс бітіріп 9 классқа көшті. Ол енді атасының үйінде, нағашыларының үйінде. Содан басқа балаларым үйде ойнап кетті, сыртқа шығып, екі қызым ғана үйде. Үш жаққа шығара алмаймын. Қыдыртып ондай нәрсені істей алмаймын. Өзім күнделікті 7 мың теңге жұмыс істеймін. Бір күн істеймін, 2 күн демалам. Ұзынағаш гостиницасында істеймін. Уақытша қазірге күзге дейін балалар үйде болғанға соны істеп отыр. Сол қазір сіздер шақырғаннан кейін 2 сағат сұранып келгенім ғой сіздерге. Рахмет сіздерге Хадия қоры. Ел жұртқа рахмет, өстіп көмектесіп атқанына. Келе жатқан айт мерекелеріңіз құтты болсын. Барлық рахмет айтам осы көмектескендеріңізге. Рахмет сіздерге. Алла нұрын жаусын сіздерге.